Армысыздар? Менің атым Елдар. Менің атым Аруна. Бүгін біз сендерге сиыр туралы айтып береміз. Сиыр төрт түліктің бірі. Аша тұяқты, қуыс мүйізді, күйіс қайыратын бұл жануардың адам тіршілігіне пайдасы зор. Десе де, қазақ халқы ертеде бұл малды көп бақпаған. Себебі ол көшпелі өмір салтына бейімделмеген. Сиыр жаз айларында айрықша бағуды қажетсінбейді. Өзге өзі кетіп, мезгілінде өзі қайтып келеді. Ал қыста қонада күтіледі. Сәлем! Сиырдың адамдарға беретіні көп. Еті мен терісінен бөлек, сүтінің өзінен көптеген өнім алуға болады. Мысалы, айран, кілегей, қаймақ, сүзбе, құрт, май, ірімшік, қатық. Сондай-ақ сиырдың шаруашылықта да пайдасы бар. Адамдар бұл жануарды жүк таситын немесе жер жыртатын арбаға тиеп, өз кәдесіне жанатады. Сиырдың тезегі жертің айтқанға және отын ретінде пайдаланылады. Сиырды алқау-алқау деп шақырады. Оның пәрі зеңгі баба, төлі бұзау. 6 айдан 1 жасқа дейінгі сиырды басбақ, топбақ дейді. 1 жасқа жеткенін тайынша тана, 2 жасарын қашар, 3 жасарын құнажын, 4 жасарын дөнежін дейді. Сиырды сондай-ақ ірі қара, мүйізді ірі қара деп те атайды. Бүгіндікке осы достар, арнамызға жазылыңдар.